Намазда шатасу мәселесі. Егер сіз намазда шатасатын болсаңыз, оған қатысты біздің фиқ кітаптарымызда мынандай үкімдер бар. Намазда шатасу сіздің өміріңізде бірінші рет орын алып тұратын болса, онда сіз сол намазыңызды бұзып, қайтадан басынан бастап оқу керексіз. Ал егер де намазда шатасу мәселесі сізде жиі қайталанатын болса, онда мына екі мәселеге көңіл бөлу керекпіз. Біріншісі, сіз мысалы бірінші рәкатта немесе екінші рәкатта тұрсыз ба, шатасып кеттіңіз. Ойыңыздың басым бөлігімен амал жасайсыз. Мысалы 70%-ға мен бірінші рәкатта тұрым деп, ал арғарата 30%-ға екінші рәкатта тұрым деген сізде күмән бар. Демек сіз онда 70% басымдылықты алып, бірінші рәкатта тұрмын деп, арғарата намазыңызды жалғастырасыз. Ал егерде ойыңызда ешқандай бір басымдылық болмаса, мүмкін бірінші рәкатта тұрсыз, мүмкін екінші рәкатта тұрсыз, ешқандай басымдылық жоқ. Онда сіз рәкағаттың азында тұрым деп есептейсіз. Мысалы, бірдеме, екідеме тұрдым деп шатастыңыз, онда бірде тұрым деп есептеп намазыңызды жалғастырасыз. Не болмаса, екінші рәкатта не болмаса, үшінші рәкатта тұрмын ба деп шатастыңыз, екінші рәкатта тұрмын деп арғарата намазыңызды жалғастырады екенсіз. Әрбір екі рәкағат болып қалуы мүмкін жерде отырасыз, және намаздың соңында сәху сәждесін жасайсыз. Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.